Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер анам, сәлеметсіздер жер анам, сәлеметсіздер мұғалім, сәлеметсіздер сен, сәлеметсіздер мен. Жақсы оқыңдар балалар. Жақсы балалар, енді бізге жаны саудың тәні сау деп айтып тақырыбымыз, иә? Өткен сабақта біз сендермен деніміз сау болсын, жанымыз біздің таза болсын, денсаулығымыз мықты болсын деп біз айттық. Ал оқушылар, енді біздің деніміз сау болсын, жанымыз таза болу үшін, денеміз мықты болу үшін біздің ой санамызда қандай сөздер болу керек? Ең алдымен Айару, қалай ойлайсың? Ең бірінші ойың таза болсын, екінші сөздің шыт болсын. Жарайсың, Айару, дұрыс айтасың. Үшінші ісік адал болсын, төртінші ешкімге қиянат жасамайды. Молодец, Айару, жарайсың. Денеңді шынықтыр, дұрыс айтасың, Айланы. Әмір, әрқашан не істеу керек балалар? Ерте тұру керек. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Оқушылар, біз өткен сабақта өттік, иә? Жаны саудың тәні сау болу үшін не істеу керек ол үшін біз? Не істей аламыз? Қолымыздан не келеді? Гигиена сақтау керек. Дұрыс айтасың, Ажар. Таза ауа шыққа керек. Таза ауаға шығу керек, иә? Дұрыс айтасың, Айланы. Жақсы тамақтану. Дұрыс айтасың, Айланы. Спортпен айналысу керек. Жақсы, спортпен айналысу керек және жамандық істемеу керек. иә, тек қана жақсылық жасау керек, иә? Жақсы. Досым, жан досым, неге сонша шаршадың? Қане ұстап қолымнан, секірші, бір серігіп аласың. Оқушылар, енді сіздерді осы ойын арқылы екі топқа бөлдік, иә? Енді балалар, екі топ бізде алдарыңызға осындай мен қағаз қойдым. Онда жазып тұр, дені сау адам. Енді балалар, дені сау адам қандай болу керек, не істеу керек, соны мұнда топпен ақылдасып жазасыңдар. Топпен ақылдасып жазасыңдар. Қандай болу дені сау адам? Дұрыс. Спортпен айналысу. Дені сау адам таза болу керек, қолымызды жуу керек, бетімізді жуу керек, қолымызды сабынмен жуу керек, тісімізді жуу керек. Таза ой рас айту керек анамызға, әкемізге. Дені сау адам гигиена сақтау керек. Дұрыс айтасың, Ажар. Әрі қарай Әмір жалғастыра ғой. Дені сау адам спортпен айналысу керек. Баскетбол ойнауға, футбол ойнауға, секіруге, қыста шаңғы тебуге, жазда велик тебуге, достарына шын айтуға, мамаларына, папаларына шын айту керек, таза жүру керек, көңілді жуу. Дені сау адам спортпен айналысу, обручпен айналу, баскетболмен ойнауға, футбол, велосипедмен тебу керек, далаға шығу, таза ауа жұту, таза ойы керек, достармен ойнауға, доппен, волейбол ойнауға. Дені сау адам таза ой бол. Анаға, әкеге өтірік соқпауға, достарға жақсы тамақтану, көкөніс, жеміс жеуге
Yiyeceğimiz gerçi vitamin var, şeker denildi. Taze şeker gerek. O için bir de joğatın, dizim de joğatın, kolum de joğatın. Da şeker gerek. Taze hava gerek. Tabii su gerek. Yaman sözlük doğru. Sağ adam. Yaman жақсылық істеу керек. Жаман сөздік болу керек. Жақсылық ертегі. Ертеде анасы мен баласы бақытты өмір сүріпті. Бір күні анасы қатты ауырып қалады. Емшілер анасын емдеу үшін жалбыз шөбін керектігін айтады. Babam koyun kasında şurada atletini aldı. Жақсы ана. Мен жалғыз шөпке кеттім. Бұлақтың басына. Бала алтын бұлақты іздеуге шығады. Бала жолда келе жатып, жүгі аттауын аударып қалған қартқа кездеседі. Одан келе жатқан бала қарт әжейге кездеседі. Бала әжейдің қолтығынан демеп, атына мінуге көмектеседі. Әже батасын беріп, алтын бұлақтың қайда екенін айтады. Әже қалың алтын бұлаққа барам. Бала қуанып жүгіріп келе жатса, балақай, көзімді ашып жіберші деген дауыс естиді. Бала судағы тастарды тазалап бұлақтың көзін ашады. Бұлақ мөп-мөлдір таза ерке мінезімен сылдыр қағып аға жөнелді. Балақай, рахмет саған, жақсылыққа жақсылық деген. Менен не қалайсың? Сенде жалғыз шөп бар ма? Бар, әрине, қазір көрсетем. Менің маңайым толған жалбыз шөп. Анамды емдеу шөп керек. Мынау жалғыз шөпті мен алам. Бала жалбыз шөпті анасына әкеледі. Анасы осылайша жақсы болып емделіп шығады. Балалар, қандай тамаша! Сендер жақсы, ертегіні жақсы қойдыңдар, жарайсыңдар. Бізде бұл жаңағы жақсылық атты ертегіде қандай кейіпкерлер болды, балалар? Кім болды? Анасы. Бізде анасы кім болды? Ажарды бағалаймыз бәріміз. Жарайсың, Ажар. Және баласы болды. Баласы кім болды? Әмірді бағалаймыз. Және бізде тағы қандай кейіпкер болды? Атасы кім болды? Жарайсың, Ажар. Жақсы орындап шықты ма өз рөлдерін? Ал әжесі кім болды? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осылай біз бір-бірімізді бағалап, қошеметтеп көрсеттік, Сонда балалар, бұл ертегі не туралы екен? Баласы мен анасы. Дұрыс айтасың, Анасына не болып қалды анасына? Ауырды. Оған қандай шөп керек болды? Жалбыз, дұрыс айтасың. Ал жалбыз қайда өсті? Бұлақтың басында, дұрыс. Оны бізге кім әкетпеді анасына? Баласы, дұрыс айтасың. Сонда анасы жазылды ма? Емделді ме анасы? Сонда анасы емделіп шықты. Ал бұлақ не деп айтты? Рахмет. Жақсылыққа жақсылық. Дұрыс айтасың, жақсылыққа жақсылық, Өйткені бала оның көзін ашып, бұлақ жердің астына бұрқ етіп аға бастады, Осылайша бұлақтың көзі ашылды.
мынандай таза ақ парақ беремін. Ақ параққа мынандай зиянды заттарды біз қоюымыз. Ақ параққа біз балалар зиянды заттарды қоюымыз қажет. Зиян заттар біздің ағзамызға не зиян? Соны қоясыңдар. Ал мен ақ парақтың маңайына заттарды қоямын. Сол заттардың ішінде қайсысы бізге зиян? Сендер оны бізге ненің үстіне қоюларыңыз қажет. Ақ параққа. Түсінікті ме? Қайсысы зиян? Дұрыс, ажардікі дұрыс. Дұрыс, айбардікі дұрыс. Дұрыс, жақсы. Дұрыс дедім, иә Нұроза, бұлар бізге зиян емес. Біз оларды не істейміз, бұлармен тамақтанамыз. Раз, два. Жақсы, жарайсыңдар балалар, иә. Біз артық заттарды алып тастадық, және зиян заттарды, және пайдалы заттарды екіге бөлдік, иә. Зиян заттарға бізге не жатады екен? Дұрыс айтасың, пепси. Колбаса. Дұрыс айтасың, Айбар, колбаса. Кәмпит. Дұрыс айтасың, Айбар, кәмпит, және айланы темекі, жақсы. Ал пайдалы заттар бізге не екен? Шай, дұрыс айтасыңдар. Айран. Нан, сүт, айран, және Май. сыр. Дұрыс айтасыңдар. Хлеб. Жарайсыңдар балалар, иә? Зиянды және пайдалы заттарды өттік, иә? Енді бізде сабағымыз аяқталып жатыр. Енді балалар, бізге кері байланыс беру үшін сабақта не қызықты болды балалар сіздерге? Не қызықты болды? Ойнауға. Ойын, сосын Билеуге. билеуге, иә? Сергіту сәтті сосын. Тағы не қызықты болды? Ойнауға адамер бала. Ертегіні қоюға, сахналауға, иә? Жақсы. Не қажет балалар бізге? Қажет. Нені білудік біз? Бізге білу керек қажет зиянды заттарды білуіміз қажет екен, иә? Не қиын болды балалар сендерге? Ештеңе. Осы қиыншылық тудырмады ма бізге? Көрініс қою сендерге қиын болды ма көрініс қою? Жоқ, оңай болды. Не қиын болды? Не қиын болды сабақта балалар? Ештеңе. Жақсы, жарайсыңдар.